Қайырлы құрметті ұстаздар мен жас түлектер. Бүгін біз жас түлектерімізді балалықтың жағалауынан болашақтың кеңістігіне, өмір атты алып кемеге шығарып салуға жиналдық. Бұл кеш қоштасу емес, жаңа сапардың басталуы. Бұл мектеп атты айлақтан арман теңізіне аттану сәті. Кезегіміз әнде. Әкем қызы Ақботаның орындауында соңғы байсады. Қимыл жандарыңызда, ұстаздарыңызда, биге шақырсаңыздар болар. Орысып, кешірісіп, армандап, күллі балалық шағымыз осында өтті. Кейбірі жан досына айналды, бірақ жүрек қимайды. Кейде ішімде жауап таппайтын сұрақтар көп болады. Мен кіммін, не қалаймын, өмір жолым қандай? Бар ғой, жақсы оқы, жоғары бал ал, грантқа түс. Бірақ бұлардың ортасында менің жан дүние, сезімім, күйім көрінбей қалып жатқандай. Кейде үндемей отыруым талқылық емес, ішкі күйзеліс. Кейде көңілсіз болуым немқұрайлылық емес, шаршағандық. Сіздер мені оқуда ғана емес, тұлға ретінде көрсеңіздер деймін. Тек жақсы оқушы емес, көз арманы бар бала ретінде қабылдасаңыздар. Сіздерден өтінішім, мені тыңдаңыздар. Ұмыту ғана емес, менің жан әлемімде көрініңіздер. Өмір тек балмен өлшенбейтінін білгім келеді.
Осы тілектеріңіз есіңізде мәңгі қалады деп ойлайсыз ба? Тез ұмытып алды. Осы мектепте жақтырмаған апайыңыз болды ма? Нағима апай. Гүлчат Бұрыннан беретін боласың. апай. Гүлжәмил апай, Раиса апай. Гүлжамил апай. Жақтырмайтын оқушыңыз. Мен үшін оқушылардың барлығы. Альбина, Қарақат, Лаура, Толқын, Еркін, Көркем, Дарын, Айбар. Сыныбыңыз бітіріп кетсе қандай сезімде боласыз? Қуанам. Осы тілектеріңіз есіңізде мәңгі қалады деп ойлайсыз ба? Бұл жағын айта алмаймын. Тез ұмытуға тырысам сен. Осы мектепте жақтырмаған апайыңыз болды ма? Нағима апай. Омарбаева Гүлчат. Айдос апай шығар. Бұрыннан беретін боласың. Гүлчат апай. Гүлжәмил апай, Раиса апай. Гүлжамил апай. Керегі жоқ, маңызды емес пән. Математика. Математика. Тарих, Қазақстан тарихы, сол қазақтың. Дүниежүзі тарих дейді айтқан. Мектеп бітіргенде қандай күйде боласың? Өте қуанышты боламын. 100-100. Жақсы. Менен бақытты адам жоқ қой. Ең бірінші қуанар едім. Қуаныш сезімде болады. Тема сезімде боламын. Сапайға кетемін. Мектеп бітіргеннен кейін мектепке кетіп тұрасың ба? Жоқ, вообще білмеймін. Жоқ. Жоқ. Рахмет, бұл бастаманы қолдап кетейік. Білім министр жолдаған нені қолдайық. Эстафета, челлендж. Өзенге қатысты. Осы сөздің қарама қарсы мағынасындағы өлең. Күн сөзіне қатысты, күн деген сөзге қатысты. Өзіміз енді классымыз 11 бітіріп жатқасын ба білмеймін. Ерекше бір неде болдық, сезімде болдық. Ал енді Нұрсәттің көрінісі мен деген бар ғой, шынымды айтсам. Мен Нұрсәт сезімтал ғой бізде, қатты сезімтал. Мен ойладым, ана жерде жылап тұрып қалып деп ойладым да, жалғаста тек
жалғас Нұрсәт деген ана жылап тұр деп жатырмын ғой мен. Ана жылағаннан қозғалмай тұр деп жалғасқа бар деп отырсам, бұл маған сюрпризден деп отыр екен ғой. Енді ол жердегі сезім жеткізіп айта алмаймын, бірақ өмірлік есте қалатын сезім болды. Рахмет Нұрсәт. Енді мамаңға көмектескен шығар. Бұл енді соңғы қоңырау мерекесі өтеді ғой, бірақ енді өзіміздің классымыз бітірмегесін ба, әлде мән бермейміз ба білмеймін. Бүгінгі соңғы қоңырау өзімізге Альбина мен Фериза деген оқушы мен қыздардың арасындағы сезімді жеткізе алдыңдар. Тіпті кемістігі жоқ, барлығы да күшті өтті деп ойлаймын. Ал енді мана да тілегімді айтып жатырмын. Ерекше күн есте қалатындай. Енді алда бізде үлкен жұмыстар күтіп тұр. Торты бар, әр уақытта мақтанып жүрейік. 10 сынып оқушылары біздің балдарымызды жолы сіздерге берсін. Әр уақытта да біз мақтанатындай шәкірт болыңдар. Барлығын айтсақ, өте керемет бүгін 11 сыныпта ауызбіршілікпен әдемі қылып атқарды. Енді бүгінгі кешті дәл сондай аяқтайық, соңына дейін ендігі алдағы ұбытымыздан жоғары ұпай жинауға тырысайық, сол бұйырсын деймін. Тек осылай кап-каз қандай әдемі болсындар, қай уақытта да осындай әдемі қалыптарыңызбен жүздесейік. Алдына 10 сыныптар өте керемет, жаңағы бейді мен таң алдым, әдемі шықты, керемет. Енді өзіне ерекшелігі бар. Керемет. Рахмет сіздерге осындай қылып дайындықпенен, апайларыңызға рахмет, керемет қылып дайындаған. Тек сіздерге алда жеңіл, барлығы жеңілінен келіп, тек ұбытыда жақсы дайындықпен барыңыздар деймін. Бәріміз жақсы көреміз. Оныншы сынып оқушылары, сіздерге көп рахмет. Қандай шара өтсе де жоғарғы деңгейде алып шығасыздар, үнемі. Жақсы, енді биылғы 2025 жылғы 59-шы түлектер, сіздерге сәттілік тілейміз. 3 апайдың атынан жолдарыңыз әрдайым ашық болсын, биттен көріне беріңіздер. Мана өлең шумақтарын айттық қой бәріне. Баршаларыңызға рахмет, әсіресе 10-шы класстарға уақыттарыңызды, алтын уақыттарыңызды бөліп, біз үшін дайындалып, осындай керемет сәттің куәгері болып отырмық қазір. Әрқашан әр баланың жүрегінде қалады деп ойлаймын осы сәттер. Сіздерге көп рахмет. Алдағы болашақ өмірлеріңізге тек қана жақсылық, ортадан жақсы бал жүріңіздер. Иә, ең бірінші осы 10-шы сыныптарға шынымен рахмет айтамыз. Келесі жылда сіздерге де бұйырсын деймін. Ең бастысы апайлардың айтқан тыңдаңдар, әрбір сәтті бағалаңдар дегім келеді. Себебі баяғыда бізге аға буында айтқан кезде сенбейтінбіз. 11-ші сынып көзі ашып жұмғанда өтіп кетеді. Басын бастап жатқан ең бірінші Грим апайға алғысым келеді. Сіздерге рахмет. Осы шараның бас аяғына жүгіріп, біз кеште дайындаламыз, біз таңертең обедте дайындаламыз дегенде уақыттарыңыз тауып келгендеріңізге, демалыс демей, күн демей, түн демей осы шараны мықты алып шықтық. Барлығын мойындап, ата-аналар да, оқушылар да, ұстаздар да. Гүлжамал апай, біз сізді жақсы көреміз. Сіз біздің ошақтың опорамызсыз. Сізге ең бірінші алғыс айтатынымыз. Біз концерт жасағанда ата-аналар группасына айтпағанымызға, ата-аналар группасына айтпағанымызға рахмет. Бәріміз бірдей қуандық, күлдік, жыладық. Сіздерге осы алдағы оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Апайларымызға келетін болсақ, 3 апайым да бірдей маған, 3-еуі де еркелігіңіздер бір-бірден.
Ең жақсы кім екен сонда? апа үшеуіңізде не үшін Жоқ, осы жерде Biz ешкімге сіздер тұтарлы сіздің қолыңызда сіздерге бірге барлықтарыңызға рахмет және осы сөйлестерінде бізге үлкен біздің өмірімізде жақсы күшті орын алады барлықтарыңызға